Қайырлы күн достар, сіздермен Аяржан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай темір есік қанша тазаласаң да тазалағанға ұқсамайтын есікті тазалау жолымен лайфхагымен бөлісетін боламын. Лайфхак ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге бауырсақтан қалған май немесе таза ақ майды, сұйық майды қолдансаңыздар болады. Осындай тряпканың, матаның көмегімен матамызды батырып алып, есігімізді сүртіп шығамыз. Қанша тазаласаң да, жусаң да, сыр болып көрініп тұратын есік тазалайтын боламыз. Осылай біркелкі етіп, барлығын сүртіп шығамыз. Каналға тіркеле кетіңіздер, алдағы уақытта рецепттермен және де үйге қатысты лайфхактермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей, есігіміздің барлығын сүртіп шықты. Осындай есік болып шықты. Майы жұқпайды, киімге, қолға жұқпайды. Осылай жап жаңа есік секілді көрініп қалды. Назарларыңызға рахмет.